Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын қызыл үрме бұршақ, яғни красная фасоль қосылған ағзаға пайдасы мол салат жасаймыз. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал жұмысқа кірісейік. Ең алдымен суға қайнатылған 200 грамм тауық төсін мінеке осылайша қолымызбен үзіп шығамыз. Әрине қаласаңыздар, пышақпен турасаңыздар да болады, бірақ менің ойымша қолмен істеген әлде қайда тез және ыңғайлы. Мінеке достар, тауық осымен дайын. Енді терең ыдысқа осы туралған тауық етін консервіленген немесе мен секілді үй жағдайында пісірілген үрме бұршақ пен үй жағдайында дайындалған кәріс сәбізін, сонымен қатар майонез және дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Айтпақшы достар, марковча рецепті менің арнамда бар, сілтемесін осы видеоның астында қалдырып кетемін. Сонымен қатар үрме бұршақты қалай тез қайнату туралы лайфхак керек болса, комментарий қалдырыңыздар, сіздер үшін арнайы рецепт түсіремін. Мінеке достар, осымен салат дайын, өте оңай, қарапайым, бірақ сонымен қоса ағзаға, әсіресе бауырға пайдасы мол, дәмі де керемет салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.